есімім Жарымхан болады, 27 жастамын, Оңтүстік Қазақстан облысының тумасымын. Қазіргі таңда осы жан мен тән сауықтыру орталығында 2 айдай болды ровно жұмыс жасап жатқаныма. Отбасыда әкем, шешем және 2 әпкем, 1 ағам бар. Үйдің ең кенжесімін мен. Әзірге үйленген жоқпын. Енді осы үйдің кенжесі болғаннан кейін бе, енді кеш есейдік, кішкене еркелеп жүре бердік. Мен 2025 жылы январдың 20-сынан бастап, 16-сына келдік, 20-сынан бастап официально жұмысқа тұрдым. Осы жан мен тәнге кеп, кішкене біраз ақша тауып, бұған дейін де көптеген жұмыстар жасағам негізі. Бірақ ең өзіме ұнағаны осы жерде, яғни адамдармен сөйлесу арқылы, біреуге жақсылық жасау арқылы, сондай жұмысты өзім қалайтын, адамдармен мәмілеге келу арқылы, сөйлесу арқылы, өзімнің орнымды тапқан сияқтымын. Айлық табысым ең бірінші айда 215 мың теңге алған. Енді бөліп аламыз ғой біз апта сайын. 215 мың теңге ақша алған бірінші айлығымда. Қазіргі таңда айлығым 500 бен 600 мыңның арасы осы айда. 2 айдағы результат. Енді бұған дейін біз студент кезімізден енді әке-шешеміз еңбекқор қылып өсірді. Мал қарадық ауылда, қой бақтық деген сияқты. Сол сияқты түрлі охранник те болдық. Таксист те болдым, көлігім болып. Сонымен ең соңында государство, яғни Тараз қаласында әкімшілікте жұмыс істедім 2 жарым жылдай. Қазіргі таңда енді осы сәтін түсіп осындай салаға келдім. Адамдарға яғни көмектесу мақсатында осы жан мен тәнге менеджер болып жұмысқа тұрған болатынмын. Жалпы енді осы күз айына дейін қарыздардың біраз берешектерім бар еді. Адам қарызын жаппай жол ашылмайды дейді ғой. Сол сияқты алдағы нақты мақсатым бар. Осы күз айына дейін кішкене қарыздарымды жауып, күз айынан кейін бір көлік алсам деп едім өзіме. Ер адам бір тұлпар болу керек қой. Сол сияқты бір көлік алсам, ары қарай енді ер азамат болғаннан кейін әке-шешеміз ойлаймыз, жаңағыдай үйленуге жағдай жасаймыз деген сияқты ғой. Нақты мақсаттарым әзірге осы. Барлығын өзім жазып қойғам, сенім бар. Сіздерге осылай кішігірім айтып берейін. Мен енді ең кенжесімін ғой, әке-шешемнің қолына қалатын жігітпін. Басқаларым бар, өз елшісін алып, жан-жаққа кеткен кісілер, ағаларым да, енді әпкелерім, самаса ғой. Бізде әкем бұрыннан мал шаруашылығымен айналысады. Сол кісінің жаңағы малды семіртіп, жаңағы фазендаларға етке өткізу соғып. Сондай сияқты өзімізде бір жеке кәсіпті жасағым келеді. Яғни мал шаруашылығы. Немесе қазіргі таңда тамақ жеу бар ғой, өзім сол салада жұмыс істегем студент кездері. Жаңағыдай суши, пицца, бургерлер қолдан келеді. Может, сол жақта, 2 жақта әзірге ойланып, нақты саралап ашатын боламын. Бірақ 2 цельдің біреуін орындаймын деген үміттемін 10 жылда.